Осы мен бір нәрсені түсінбеймін да. Қаңтар айы өте ұзақ өтті. Наурыз айы кәдімгідей тез бітіп қалды. Келесі ай сәуір. Еще 15 сәуір келіп қалды, ақша жинау керек. 15 көкек деген келген болар, Негізінде ежелде кейбір ай аттары қазір біз үйренген сияқты аталмаған. Мысалы, сол көкек деген ол сәуірдің ескіше аты. Себебі осы уақытта көкек құсы келіп, алғаш рет дыбыс беріп, көктемнің келгенін бәріне жар салған ғой. Кейіннен бұл атау торпақ деген мағына беретін сәуір, яғни аль-саур араб сөзі, ол өгіз деген мағынаны береді, яғни торпақ шоқ жұлдызына байланысты аталып кеткен. Одан кейін мизам деген ай бар. Ол қандай ай деп ойлайсың? Ол қазіргі қыркүйек айы. Бұл айда далада өрмекшінің торы ұша бастайды. Оны мизам шуағы деп атаған. Одан кейін мизам араб тілінен аударғанда таразы деген мағына берген. Күн мен түн теңеліп, ауа райы таразы басына түскендей сезілгендіктен адамдар мизам деген ат қойған. Негізі шілде дегенде нақ қазақ атау емес, ол парсының чилля, яғни 40 деген мағынасынан туған сөз. Ата-бабамыз кезінде осы шілде айында 40 күн аптап ыстық болғаннан кейін 40 күн бойы ыстықта жүрдік деген мағынамен парсының чилля деген сөзін бұл айға берген. Осындай қызықты атаулар бар. Так, сонда мен түсінбедім. Мен ақшаны қалай жинаймын сонда?